осылай жарқ етіп кіріп келсем қалай? Сразу Бурабайдан. Мен Алматыда қызық қамат, Астанада. Бурабайда жүрсем қолыма таяқ ұстап. Ал кеттік. Сәл құйрықтан шығып жатыр. Ішкен жеген, бір-ек шеккен темекі. В общем, ауыр. Бұлдар. Зарина апаларың қайдай? Қалай погода? Суықтау бар, е? Аяқтан өткен болмаса. Бүгін қайтамыз ба? Жоқ, сәл жүрейік. Енді міндік па? Жарайды, жүрейік. Не істеп жүр, жалғыз түштімді. Кішкене тұштандып. Жалғызым болғаным ше. Әлбірахия? Ешкім жоқ қасымда. Я по натуре не толстовец. Буду давить! Қайырлы кеш достар, бұл дәл қазіргі сәт, түнгі сағат 12, Айгүл енді босады, үй жағына келдік. Менде андай бір кішігірім конкурс болатын, менің звугыма, получается, әніме видео сүрестер, қайсыңғы кімге обсуждаемый или бір лайк көп, сондай болып кетеді, сол кісіге подарка беремін деген болатынбыз, 100 000 теңге. И эфирда да айттық оны, Айгүлге береміз деп, сол Айгүлдің үй жағына келдік. Каспимен берсек, ондай қатты бір кішкене болмай қалатын еді, сол үшін живой берген дұрыс деп ойладым. Иә. Сол достар, қатысып жүріңіздер. Мен ән айтамын, скоро бұйырса бір ән шығарамыз. Сол әнге ең көп лайк жинаған адамға 1 миллион теңге беретін боламыз. Алматы қаласында болсаңыздар, өзіміз ерінбей қастарыңызға келіп миллион беретін боламыз. Болды ғой, түсіріп тұрып па? Көресіздер ғой, ол кезде кішкене конкуренция ома. Көп болатын шығар, Қоймайды екен. Қайда болсын не істесін?